Кенесары. Көрнекті әнші, композитор, жыршы, әңгімеші ақын Доскей Әлімбаев 1850-1946 жылдары өмір сүрген. Ұзақ өмірінің 80 жылын жыр толғап, ән шырғап өткізген. Оның үстіне Сарыарқаны ән мен жырға бөлеген. Өнерімен өргөлеген басығарының қанапиясы, Құлтума, Шөке, Біржан Сал, Ақан Сері, Үкілі Ыбырай, Жаяу Мұса, Ғазиз, Естай секілді дүлдүлдермен бірге жүрген. Доскей ақын жүздеген жыр толғаулармен бірге бақыт іздеуші Тазша, Қажымұқан, Жетім бала мен Жебір уәзір, Тоқа батыр, Кенесары, Қара шолақ сиыр тәрізді дастандар жазған. Сөз шығады ақылдан, ақыл айтар жақсы ғой. Айрылмаған жақыннан бақытты бала туады. Мейірімді қатыннан бір хикаят сөйлейін. Арғатаса былай Қасым ханның баласы Кенесары батырдан. Наурызбай туды ер болып, бір шешеден артынан. Екеуінің бағасып қара қазақ халқынан. Жаңылмаған осылар уәденің шартынан. Бұны естіген ерлердің денесейіп балқыған. Ер Наурызбай ойлайды, теке жәуміт мінсем деп, найза теспес оқ өтпес. Шеге көз сауыт кисем деп, Кенекеңнің артынан жолдас болып ерсем деп. Жау қарасын көргенде, жекпе-жекке келгенде, илі түйре бедектен абылайлап тисем деп, дос дұшпанның арасын айырып әбден білсем деп, қонысыма таласқан дұшпанды әрі түрсем деп. Сарыарқаның даласы халқының қазақ жереді. Қалмақ, Қытай, Шүршітпен ел емес бізге дереді. Оңтүстіктен тағы да бір жау қаптап келеді. Екі жақтан қысқан соң ат төбелі секілді сорлы қазақ баласы таршылықты көреді. Қалайша күн көреді? Құдай қылып, мал сойып, аман қыл деп халықты, әуелден батыр тіледі, ел үшін жаға жыртысқан, жабысып жаумен қырқысқан Наурызбай бен Кенені мақтауыма келеді. Арамдыққа ауған соң қазақтың кейбір баласы, патшаның келіп жабылды арқаға нақақ жаласы. Бұған қалай шыдасын Кенекемдей данасы? Кенесары батырға қан жауғандай боп кетті. Жер мен көктің арасы Кенесары батырдан қан толғандай қызарды, көзінің ақ пен қарасы. Қастығын патша қоймаса, дұшпандығын жоймаса, өртенер деді қаласы. Айдарлысы құл болып, тұлымдысы тұл болып, екі талай күн туып, ботас өлген түйедей боздап қалар анасы. Жүрегіне дақ салар, найзадан болған жарасы, омыртқасы үзіліп, қабырғасы қақырап, жыртылар деді жағасы. Опасыз туған болса ұл, өлмен тең бағасы, елін сатса жауына, ол жүректің қарасы. Наград берем деген соң, Қыпшақтан кетті Ыбырай, советник боп Тұрлыбек, ол да кетті Сұмырай. Басен тиін Мәсеке, шыдап тұрсын ол қалай? Қаз дауысты Қазбектің әруағын аттап сыйламай, ауылынан кетті Шалғынбай, жем сау кеп параға, Тобықтының елінен суырла шықты Құнанбай. Құдаймен де қалған жоқ, қоңыр төре қалған жоқ. Найманнан шыққан ерден де алды-артына қарамай, ол да кетті жарамай. Параны жақын жағалай, мұның бәрі Кенеге, қасірет болды бір талай. Ойран салмай жауыма, шыңдаймын деді, мен қалай? Қазақтың жиып батырын, басын қосып жияйын, қолды түзеп көк найза шелкесін шаудың қияйын. Арғыннан шыққан Ағыбай, шапырашты Бұғыбай, толғында найза сілтеген Шәкір Жәуке Толыбай, азға қуат беретін туған інім Наурызбай, қайратты қалай тияйын. Атамның еді жолдасы, қарт Бөгенбай бар еді. Соған барып дос болған Тарақтыда Байғозы, Назымды соған құяйын. Төролда Жанайдар, жиған асқан ер еді. Тамадағы Танашты шақырса ол да келеді. Базар батыр Бөршіде ерегіскен дұшпанның жау жазасын береді. Көбек батыр және бар, жауға жеке кіретін. Бижан батыр тағы бар, мінген аты көк шығар, әкесінің аты Алшақыр, жарғыштың жеті бір еді, қайраты мұның іреді. Оған еріп жолдас боп көк аласын мінеді.
Немересі Жұманның Байқан батыр келеді. Ерегіскен тақсырау, жауын қайда, дер еді. Байқан батыр ерлігі оныңдағы мол еді. Кенесары батырдың жауға танар жол еді. Жиналған осы батырлар 800-дей қол еді. Кененің сонда мінгені сансыз қолдан озатын, шамадан алған тор еді. Батырлар шығып жайнады, ніркескенді қайрады. Арғымақ тұлпар мінгені беттері жаудан таймады. 9 күндік бетпақтың шөліне қарай айдады. Жолдан естіп қосылды, батырлар тағы қайдағы. Ләшкерге толды деп естіп, Ақтаудың тегіс аймағы. Жауға жақын ілінді, бекінген қойнау сайдағы. Кен айтады халқына: мен айтайын жөнімді, қолды бастап қамалға, кіретін осы жер, деді. Күнбатыс жағын алайын. Дегеннен соң Кенекең 9 батыр қасында Наурызбай батыр бөлінді. Наурызбай батыр ерліктен оттай қаулап жанады. Қамал бұзған батырдан 9-ын сыйлап алады. Жаудың бетін білуге жер байқауға барады. Түнде кез боп көп қолға Абылайлап ат қойып, түнде қырғын салады. Таң атқанда қараса, батырларын санаса, өлген екен біреуі, өзгесі аман қалады. Көп өліп дұшпанның, көбі бопты жаралы. Қолға түскен жауының қаруын жиып алады. Қайта келсе Ақтауға қамап жатқан өз қолы. Кенесары батырдан қаптаған екен көп қолы. Мұны көріп қуанып, Наурызбай айтты бір сөзді: қандай қамал болса да, жауды аламыз бұл жолы. Кенесары шақыртып, Наурызбайды алады. Аман есен келдің бе, ерлігіңмен қайратың? Шырағым жарады. Бағымызды ашса бір құдай, салдырған патша далаға. Өртейік тегіс қаланы, тегіс құртсақ қаланы. Зорлығынан құтқарып, алармыз аршып даланы. Сөзме менің нан шырақ, қасыңа жолдас ал шырақ. Ағыбайды, Бижаңды, Жанайдарды ертіп ап, Ақтауға өртті сал шырақ. Наурызбайдай батырдың ақауымыз ет мінгені. Ағаның естіп жауабын белгілі болды сенгені. Сол күнге айтқан түніңде тамадан шыққан Танаш бар, Наурызбайдың дос еді. Жолдаяқ дейтін бір батыр, 2000 қолмен екеуі, сол күні түні келгені, теке жәуміт мінгені, көкпеңбек сауыт кигені. Мұны көріп қуанып, Абылайлап Наурызбай өрт салуға Ақтауға шаңғай түсті кіргені. Ағаш үй жанды өртеніп, есепсіз жаудың өлгені, сауынан көп болды өлгені, көшесінен Ақтаудың қып-қызыл боп қан ақты. Мылтық атып бір жақтан, қолмен тартқан садақты, бір жұмада сап қылды, қарсылық етпей қалғаны. Мен сіздікпен деді де, құшақты даяқты. Ақтауды алды кенелді, батырлар салған өнерді, 12 мыңдай қол болып Ақмолаға жөнелді. Бастығы болған бәрінің Кенесары Наурызбай, екінші батыр тағы да арғыннан шыққан Ағыбай. Бұларға теңдес тағы да батырлар бар бір талай. 12 мың қолменен Қараөткелге жетеді. Аялда боған тоқтамай Көкшетауға өтеді. Қайтқан жолда алам деп Қызылжарға кетеді. Жиылы бұлық жатыр деп, Керей тіккен шатыр деп, жолды өзекке жетеді, қалың қолмен келді деп. Керей қорқыныш етеді, тегіс алып Керейді ескі кегі бітеді. Тұрлыбек қолға түскені жоқ, бер жағында омбының Құлымзинге кетеді. Губернаторға омбыда мен келдім, қарсы келсін деп Қанекең хабар етеді. Көп солдатты ертіп ап, губернатор ертістен жау бетіне өтеді, елшісін ол жіберіп өздері қалып үдіреп. Қайтем дейді, әскер аз. Кімге әлі келеді? Қанекең жауап береді: қолымда найза жебелі, тартсам садақ шеркеудің басын жұлып кетеді. Губернаторға айта бар, көп әскері қолымнан төдеп бермей өледі. Губернатор айтыпты: атсын депті, көрейін. Мергендігін білейін. Кіресін шеркеу құлатса, қалағанын берейін. Дегенде кенеп пөтпіске берсе депті сенейін. Аруағына Абылайдың сыйыны батып көрейін. Дұшпанның көңілі басылып, үстем болсын мерейім. Шақыр балдалдына, Ағыбайды тобынан, атамын деді шеркеуін. Садақпен тартып жонынан губернаторға айтпасын. Өзінің айтқан сөзінен қайтса сөзден мерт болып, шабайық жауға тезінен. Құлымзеннің бір жағын
түгел бізге бермесе, обалын көрсін өзінен. Егер оғым алжасып, қате кетсе далаға, қалағанын олдалсын, мен қайтпаймын сөзімнен. Осылай сөз байлады, батырдың күші қайнады, көзі шоқтай жайнады, беті жаудан таймады. Көк бурылды мініп ап, шеркеуге жақын айдады, садағына оқ салып, кідірместен тоқталып, атуға белді байлады. Жүгіртіп келіп бурылды, шіреніп тартты садақты, көрсетті қалың тобына, қайратпенен талапты. Шыдай алмай күшіне, тізесін бүгіп ат жатты. Ыза болып атына барып қайтып тағатты. Үшінші рет болғанда аузына алдары ақты. Бурылына күш бітіп, таға тартты садақты. Басына шеркеу дәл тиіп, кіресін жұлып құлатты. Губернатор көзімен мергендігін көреді. Іштен тынып үндемей, кенеден сезіктенеді. Өдесін бұзалмай, Куломзинге қараған, ертістің бойын береді. Ойдағысын орындап, қайраты сыймай бойына, көз жіберіп қарайды. Арқаның қырмен ойына, бекітпекке қонысты, баса көктеп орнаған, отаршылмен соғысты, отаршылға басшы боп, көтеріп қоржын қосшы боп, жағынып күткен ұлықты, шекпен үшін, сен үшін халқына салған құрықты, қиратпаққа қасқырды, бименен бек болысты, Семейге қарай құлады, Семейді жаудан босатып, алудың қамын қылады. Жинап алып сарбазын, кең мәжіліс құрады. Шағыннан бойын жайлаған Найман менен тобықты, Балқаштан құлап барлығы хан тауында жолықты. Үйсін дулат елдері, көкірек сәмбет жалайыр, бұның бәрін түгендей әңгімеге молықты, ауыр қолмен келген соң. Соңынан кене еруге бәрі сөзді қорытты. Сонда кене сөйледі, сөйлегенде бүйдеді. Қара қазақ баласын қол астыма жияйын, қазақ үшін құрбан ғып, шыбын жанды қияйын, ерегіскен дұшпанды ауыздықтап тияйын, халқымнан қамын жеп жүрмін, елдің кегідеп жүрмін, бір басымның қамышын, елдің сатып намысын, қоныс тауып қолайлы деп жүргем жоқ сияйын. Қырғыз қазақ баласы, отырған көрші ел едің, салтанатын жарасқан, еркін өскен ер едің, басыңды қосып бәріңнің ел қылайын деп едім. Салдырған патша қаласын, жер қылайын деп едім. Оққа көзін тестіріп, шел қылайын деп едім. Көзден жасын ағызып, сел қылайын деп едім. Арқаның күйін келтіріп, гүл жайнатып қонысын, ел қылайын деп едім. Терезесін патшамен тең қылайын деп едім. Мақұл көрсең соңымер, кенекем берер көмегін, айқа-суқа жауыммен қырғыз боп тұр керегің. Деп кенекең елшісін жібереді қырғызға. Білуге бір дерегің, манаптары қырғыздың хан сөзіне көнбеді. Айтқаныны жүрмеді, батырға тізгін бермеді. Пара жеген патшадан жаңқара жантай дегені, кенені жақсы көрмеді. Арам ниет бек манап, өшіктірді өсек сап. Қазақ қырғыз арасын өткенімен не пайда? Кенеден тартты жазасын, ертелі кеш кенекең манаптың алды мазасын. Жетісі бойы үйсінді, әкетті тартып өзіне, көрсеткендей табасын, үйсін дулат екі ру, кенедей тапты ағасын. Қорыққан мен манаптар, тауға кіріп паналай, өлмейтін жерін сағалай, түбекке кіріп бекінді, мықты жерін шамалай. Сонда да болмай кенекең айдап шықты қамалай. Сонда да болмай манаптар, қаша соғыс туғызып, қарсылық қылды қаралай. Сонда тұрып сөйлейді батыр туған Наурызбай. Әй бұғыбай, бұғыбай, қорлық болды бұл қалай? Былтыр көзің келгелі жұрттың алдың жарлығын, жолдың алдың жаптығын, бір ауызың ағараттың, ерген жұрттың барлығын. Алатаудан асалмай, манаптар қолын басалмай, тауысып келдім қайламды. Өліп кетсем бұғыбай, көңілімде арман қалмасын, тау басында қамалға бір тегіс шынайзамды. Жол тап деген сөзіңнен төгіле қалмас арымыз. Жауыңды шыншып беруге науанжан келмес халіміз. Томағымды сыпырып, қиятасқа салыңыз. Алатаудың бетінен қаптай шауып батырлар, аяқтай тасталыңыз. Салып жіберді ағауыз атты жебеге. Алатаудан баршасы аспақ болды төбеге. Зеңбірек ат деп тапсырды. Кейін қалған төреге ойдан атқан зеңбірек тау басына жетпеді. Сонда дағы манаптар асуын тастап кетпеді.
Жеткізем деп биікке, кенекең әкеп түйеге, зеңбірегін тиеді, шыдамай дәрі күшіне, ортасынан үзіліп, темірі жанып күйеді. Кенекең ойда жатқанда, бұғыбай басшы алдында, бір асудан қолменен Наурызбай жауға тиеді. Таудың басын өрмелеп, қиындығы не түрлі, басынан ауыр сенделіп, шыға келсе биікке, шалдығып шаршап ентелеп, жатыр екен онда да бір топ қырғыз батыры. Келген соң науан оларға туды заман ақыры. Көндірен деп оларды кенекең қылды қайратты. Меркеден әр асырып, түгел қуып айдатты. Асуды алып жайғасып, Алатаудан асырды. Жартысы қашып құтылып, кенекеңнен қалғаны аяғына басырды. Сонда да болмай кенекең Абылай аспас асудан, асамын деп өктеді. Сонда дағы манаптар асуын тастап кетпеді. Қара балта соқылық батырлар соған барған соң, манаптың қолын тағы да сыпыра шауып өткені, патшаға сеніп ердің деп, сөзіңді астырт бердің деп, кенекең қылған өкпені сондықтан әбден өштесіп, манапқа мейірім етпеді. Өрлей берді кенекең, Бішкекпенен арасан, оны басып тағалды. Тоқпақпенен кекілік алынбай енді сол қалды. Асатын жер табалмай, батырлар ауыр ойланды. Көгала қалқаны өңгеріп, жебелі найза қол қалды. Тас қыдырып, тау кезіп, тоқпаққа қарай жол салды. Қыспақты күнде қысылшаң, тұрғанда төре осылай, астыртын хабар алысып, патшамен манап сөйлесіп, қырғыздың манап орманы патшаға барып сатылды. Көмекке алып қасына жинады өңкей батырды. Азғырып алдап дулатты, қайт өзіне шақырды. Кенекеңе білдірмей дулат тегіс қашады. Біз кеттік деп кенеден манапқа хабар шашады. Ішінен шығып дұшпаны кененің сырын ашады. Мұны естіген манаптар көңілденіп тасады. Манат пенен дулат бірігіп, мықты уәде жасады. Ішіне тыңшы кірген соң, әлсіз жерін білген соң, бір күні түнде қапелдем кенекеңнің көп қолын манаптар келіп басады. Қапыда қалып кенекең түн ішінде сасады. Сонда да қайтпай жауымен қан майданды жасады. 9 айлық соғыстан шаршап әбден қажыған батырлардың қайраты қайта туып тасады. Сонда дағы шыдамай кененің қолы қаймығып, шегініп кейін қашады. Патшаға қарсы соғысқан, халық үшін жан қиған әскері кетіп қолынан, Кенесары Наурызбай қырғызда қалып өледі. Қорыту. Қырғыз елі ол бастан қас болған жоқ қазаққа. Патшадан тартып тақсырет жүрген ол да азапта. Тізгін бермей қолына, кедергі болып жолына. Манаптар салған тұзаққа, қырғызды сатып патшаға. Алтын күміс ақшаға, жаңқара жантай ел сатып, патшадан шен тағынған. Шен үшін соған жағынған, қырғыз бенен қазақтың сол үшін қана қылған. Жаңқарашпен өштесіп, кенекең бекер шабынған. Кенекеңді өлтіріп, жантайдың кегі алынған.